Шұғыл ақпараттарды көріңіздер. Сәлеметсіздер қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғаш қатарынан біліңіз кезде арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Көкшетаулық зейнеткердің $8,000 алып кеткен дроппер ұсталды. Көкшетауда полицейлер Степногор қаласының 89 жастағы тұрғынның ақшасын алып кеткен дроппердің қылмыстық әрекетінің жолын кесті. 19 наурызда күдікті жәбірленушінің стационарлық телефонына қоңырау шалып, өзін полиция қызметкері ретінде таныстырып, оның немересі жол көлік апатына түскенін, бірақ жақын туысы $18,000 беріп, 5 жылға қылмыстық жауапкершіліктен босату мүмкіндігі бар екенін хабарлаған. Сенімділік үшін алаяқтар немересінің атынан қоңырау шалған белгісіз әйел көзіне жас алып, зейнеткерден ақша жіберуді өтінеді. Мазасызданған әйел қырағылықты ұмытып, алаяқтарға өзінде тек $8,000 бар екенін айтқан. Кейін зейнеткер осы қаражатты тағы да $100,000 пакетке салып, заттармен бірге жүргізушісіне тапсырған. Ол қылмыс туралы білмей пакетті Көкшетауға келіп курьерге берілген делген ақпаратта. Полиция қызметкерлері жүргізген жедел іздестіру шараларының нәтижесінде 22 жастағы курьер ұсталды. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауда жалғастырыңыз.